Баршаңызға сәлем. Бүгін тәп-тәтті капкейктер жасаймыз. Ол үшін алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Сосын айранға шай қасықтың ұшымен ғана бояғыш қосамыз. Құрғақ бояғыш болғандықтан көп мөлшерде қосуға болмайды. Мен көптеу қосып жібергендіктен түсі тым қанық болып кетті. Сосын жұмыртқаға шекерді қосып, аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Күнбағыс майын қосып араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттер мен айранды аз-аздан кезек-кезек қоса отырып қозғаймыз. Қамырымыздың түсі бұдан сәл ашықтау болуы керек. Мен мынадай кекске арналған қағаз формаларда пісіретін боламын. Әрқайсысына 1-1,5 қасықтан артық емес етіп салып шығамыз. 170 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Кекстеріміз суығанша кремін дайындайық. Бірінші сливкиді аздап миксерлеп, қант ұнтағын қосып араластырамыз. Сосын творожный сыр қосып, қою крем болғанша миксерлейміз. Өздеріңіз қалаған насадканы кондитер қапшығына орналастырып, дайын болған кремімізді саламыз. Менде набордан шыққан кішкентай насадка. Суыған кекстеріміздің бетіне кремімізді құйып шығамыз. Сосын бетін қалаған жемістермен немесе мен сияқты кекстің үгінділерімен әрлесеңіздер болады. Капкейктеріміз дайын. Мен құрғақ бояғышты көп қосып жіберуімнен қызыл түс шықпай қалғаны болмаса, өте дәмді болатынына сіздерге кепілдік беремін. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.